Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында унитазымызға шариктер жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге осындай ыдыс керек болады, және де бізге зоне паста керек болады, жидкий мыло керек болады, және де бізге порошок керек болады. Жидкий мылоның орнына белизна қоссаңыздар болады. Менде үйде белизна болмағандықтан осы жидкий мылоны қосып жатырмын. Және де бізге осындай маска керек болады. Осы масканың ішіне салатын боламыз. Ең алдымен осындай қасықтың көлемімен зоне пастамызды осы ыдысымыздың ішіне саламыз, және де оның үстіне порошогымызды осындай мөлшерде шамалас өстіп саламыз көзбен. Одан кейін осы жидкий мылоmuзды құямыз. Жидкий мылоны кішкентай құйсаңыздар жарайды, себебі мен мұнда көп қойып жіберіп, менде сұйық болып кетті. Кішкентай ғана құйсаңыздар қоймалжың болып тұрады. Осының барлығын араластырғаннан кейін маскамыздың шетін қиып, осының ішіне саламыз, масканың ішіне, және сосын бір шетімен осылай ораймыз. Міне менде сұйық болғандықтан осылай кішкене ағып тұр. Одан кейін осы унитазымыздың жоғары жағын ашып, ішіне салып жібереміз. Міне достар, уже дайын, осындай көпіріп шығады, күшті иісі шығып тұрады. Жасап көріңіздер.